Достарымна денсаулық керек деген адамдарға айтарым. Мен айтып жатқан мына өнімдер, мен айтып жатқан продукция міне 200% жұмыс істейді деп мен өзім айта аламын, енді өзімнің нәтижеме қарай. Содан кейін ғана сіздерге осы туралы айтып жатырмын, өзімнің результатымды айтып жатырмын. Мен бұл жерде буынды ғана емдеймін деп, бүкіл өзімнің органдарымды емделді деп айтсам болады. Міне асқазаным ауыратын, давление, оның барлығы қойды. Одан кейін барып, бұл өнімдерді ішкен кезде бұл сіздің бір органға бармайды, бүкіл организмді емдейді. Мен мысалға өзім айтам ғой, буыннан іштім, ревматоидный артрит емі жоқ, аутоиммун аурудан. Тек қана бұның бір условиясы бар, бір шарты бар ішкен кезде. Бұны как положено, қалай ішу керек, комплексті дұрыстап ішу керек. Бұған уақыт керек. Неге уақыт керек? Бұл жаңағы 3 айда бір клеткалар жаңарып отырады. Сол клеткаларды жаңартады бұл. На клеточном уровне дейді ғой, солай әсер етеді бұл мына организмге. Сол үшін бұны дұрыстап, жаңағы уақытымен ішсеңіздер сөзсіз нәтиже береді. Нәтиже бермейді деп жатқан адамдар, мысалы сөйтіп айтатын адамдар, олар дұрыстап қолданбайды. Ем енді ғана басталады, емнің бір 50%-не жеткізбейді, тоқтатып тастайды, өздерінен өздері аяйды. Содан кейін ары қарай результат болмайды. Одан кейін сондай әңгімелер шығады. Мен өзім енді осыны қолданған, 1 жыл қолдандым ғой, 1 жыл қолданғанда комплекс 3 ай іштім. Комплекс өзі де соған жетеді. Одан кейін суларды ғана ішіп отырдым, оған көп ақша да кетпейді. Оны ішкенде азаздан ғана ішеді ғой. Болды, міне 1 жыл іштім. Енді қазіргі өзімнің нәтижеммен сенімді түрде айта аламын. Енді осындай керемет нәтиже беретін, керемет өнімдер екеніне. Мына буын ауыратын адамдар, әсіресе давлениесі бар, қанты бар адамдарға, асқазан ауыратын адамдарға өте керемет көмектеседі. Буын аурулары енді ең ұзақ емделетін буын аурулар. Оған буын ауруларын қазірден бастап ауыра бастаған емдемесеңіздер, мысалы уақыт өткен сайын ол буын тоза береді, одан кейін ол неменеге апарады, оны өздеріңіз де білесіздер. Енді осындай керемет өнімдер кімге енді осы қызық болса, комментарийға жазыңыздар осы ақпарат.